Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Толқын. Мен бүгін сіздермен өте керемет дәмді жасалу жолында оп-оңай чак-чактың рецептімен бөлісемін. Қонақ келгенде дастарханыңыздың сәнін ашып тұратын сөзсіз. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, қолдау көрсетіп кетуді ұмытпаңыздар. Ыдысымызға 3 жұмыртқа саламыз. Жарты шай қасық ас содасы, жарты шай қасық тұз. Жақсылап араластырамыз. Тұзды аз-аздан салып отырып, қамыр илейміз. Неге осындай қатты қамыр шығады, енді осыны салфан пакетке салып, 10 минутқа қалдырамыз. 10 минуттан кейін қайта шығарып, илеп, қайта демалдырып қоямыз. Үстеліміздің үстіне ұн сеуіп, қамырымызды жұқалап жаямыз. Қамырымыз жайып болдық. Осындай қалыңдықта болу керек. Енді кесеміз. Жабысып қалмау үшін кішкене ұн сеуіп жібереміз. Жіңішке етіп кесе береміз. Жабысып қалмау үшін осылай қолымызбен ажыратамыз. Осылай барлығын кесіп шығатын боламыз. Қызып тұрған майға аз-аздан қамырымызды салып пісіріп аламыз. Аздан салу керек, себебі бұл ісінеді. Қызарғанша қозғап тұрамыз. Барлығын дәл осылай қуырып ала береміз. Араластырып тұрамыз, себебі бір жерлері пісіп, бір жерлері піспей қалуы мүмкін. Осындай қып-қызыл болған кезде оттан аламыз. Майына әбден сүртпейміз. Сотейникке 150 грамм су құямыз. Қайнағанша күтеміз. Су қайнағаннан кейін 300 грамм саламыз. Жақсылап қант ерігенше қайнатамыз. Қантымыз қайнағаннан кейін үстінен балымызды салып жақсылап ертіп аламыз. Жарты лимонның суын сығып, барлығын ішіне салып жібере саламыз. Жақсылап қоңыр түске енгенше қайнатамыз. Сиробымыз дайын, қоюланып қалды. Енді чак-чактың үстінен құямыз. Чак-чактың үстінен жақсылап жуылған мейізімізді саламыз. Және ыстық сиробымызды барлығын құйып жібереміз. Тез араластырып жібереміз.
мынадай форманың ішіне пленка кигіземіз. Чакчактың барлығын салып шығамыз. Және үстін қаттырек басып шығамыз. Пленкамен үстін басамыз. Және сиробы қатқанша 4-5 сағатқа қалдырамыз. Осымен біздің чакчагымыз дайын. Дәмі сөз жоқ, өте керемет болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Дәл менің рецептіммен жасасаңыздар, өте керемет шығады. Видеоны соңына дейін қарап, маған қолдау білдіргендеріңіз үшін алғысым шексіз. Алда әлі көптеген дәмді тағамдардың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Сау, сәлемете болыңыздар.